Астероидпен соқтығысқаннан кейін ғарыш станциясы жойылды. Тірі қалған жалғыз адам астронавт әйел. Оның оттегі қоры таусылуға жақын. Жермен байланысы жоқ. Ол қалай аман қалмақ? Оқиға жердің орбитасындағы ғарышта басталады. Ғылыми зерттеу астронавт Райан Стоун Шаттл Эксплорерде телескопты жөндеп жатыр. Бұл әйел үшін алғашқы ғарыш миссиясы. Алайда тәжірибелі астронавт Мэтт Ковальскийдің басшылығымен ол өзіне сенімділікпен қарайды. Доктор Стоун ақауды тез арада жөндей алмайды. Сондықтан Ковальский көмекке келеді. Ол қалжыңдап, жағдайдың шиеленісін азайтады. Сол сәтте Хьюстон ғарышкерлерге зымыранның ресейлік спутникке соғылғанын хабарлайды. Оның сынықтары ғарышта өте жоғары жылдамдықпен қозғалып жүр. Бірақ олардың траекториясы Эксплорермен қиылыспайды деп есептеледі. Ғарышкерлер жердің сұлулығына тамсанып, келе жатқан қауіпті байқамай қалады. Кенеттен Хьюстон миссияны тоқтатуды бұйырып, шаттлге қайтуды талап етеді, өйткені ресейлік спутниктің сынықтары басқа аппараттарға зақым келтірген. Енді бұл ғарыш қалдықтары оқтан да жылдамдықпен Эксплорерге қарай жақындап келеді. Бірақ Райан кідіріп қалады. Ал ғарышкерлер шаттлге кіріп үлгермей. Хьюстон байланыс кез келген сәтте үзілуі мүмкін екенін ескертеді. Спутник сынықтары шаттлмен қатты жылдамдықта соқтығысып, оны істен шығарады. Доктор Стоун ұстап тұрған кеменің бөлігі үзіліп кетеді. Астронавт ашық ғарышқа қарай ұшып кетеді. Ковальский рация арқылы онымен байланыста қалуға тырысады. Бірақ Райан қатты қорқып кеткендіктен жауап бере алмайды. Дегенмен көп ұзамай өз-өзіне келіп, командирге орналасқан орнын хабарлайды. Ковальский Раянды тауып алып, арнайы зымыран қозғалтқышымен оған қарай ұшады. Ол Раянды тыныштандырып, оттегіні үнемдеуге кеңес береді. Ковальский арқан арқылы олардың скафандрларын біріктіріп, Раянды шаттлге қарай сүйрейді. Хьюстонмен байланыс үзіледі, ал ғарышкерлер Эксплорерде не күтіп тұрғанын білмейді. Доктор Стоун 90 минутқа таймер қояды. Дәл осы уақыттан кейін сынықтар қайта орбита бойымен айналып келіп, тағы соқтығысуы мүмкін. Раянның оттегі деңгейі 6%-ға дейін төмендейді. Эксплорерге жеткенде, олар тірі қалған тек екеуі ғана екенін көреді. Экспедицияның қалған мүшелерінің денелері бүлінген шаттлдың маңында қалықтап жүреді. Доктор Стоун команданың өліміне өзін кінәлі сезінеді. Ол телескопты жөндеудегі кідіріс трагедияға себеп болды деп ойлайды. Алайда командир Раянды жұбатып, бұл соқтығысудың алдын алу мүмкін болмағанын айтады. Айналаны зерттегеннен кейін Ковальский көрші орналасқан халықаралық ғарыш станциясына жетуді ұйғарады. Жол алыс болса да, бұл тірі қалудың жалғыз мүмкіндігі. Доктор Стоунның оттегі қоры тез таусылып жатыр. Сондықтан ол командирдің шешімімен келісуге мәжбүр. Жол бойында Ковальский әріптесін әңгімемен тыныштандыруға және көңілін бөлуге тырысады. Бұл оның ғарышқа соңғы ұшуы, содан кейін зейнетке шығуы тиіс. Тәжірибелі астронавт сабырлы қалпын сақтап, әлі де ғарышта ең ұзақ болған рекордты жаңартқысы келетінін айтады. Қорыққан Райан көп сөйлемесе де, өз өмірі жайлы аздап әңгімелейді. Жерде оны ешкім күтіп отырмағаны белгілі болады. Оның 4 жасында шетінеп кеткен қызы болған. Қыз ойнап жүріп, басын соғып алған. Содан бері Раянның өмірінің мәні жоғалған. Ол тек автоматты әрекеттер жасап, ешқандай қуаныш сезінбейді. Осындай жан сырын ақтарған соң, доктор Стоун оттегінің 1% ғана қалғанын хабарлайды. Ковальский оны сабыр сақтауға және аздап тыныстауға шақырады. Сонымен қатар, халықаралық станция небәрі 5 минуттық жерде. Станцияны зерттей келе, Ковальский оның да сынықтармен соқтығысып, істен шыққанын түсінеді. Ғарышкерлер оны тастап кеткен, ал ондағы жалғыз Союз кемесі жерге оралуға жарамсыз. Алайда Ковальский Союзбен көрші орналасқан Қытайдың Тяньгун станциясына жетуге болады деп есептейді. Ковальскийдің скафандрындағы зымыран қозғалтқышының жанармайы азайып бара жатыр. Бірақ ол әзілдеп, ресейлік арақтың да отын ретінде жарамды екенін айтады. Астронавттар халықаралық станцияға ауыр қону жасап, бір нәрседен ұстап қалуға тырысады. Оларды біріктіріп тұрған арқан үзіліп кетеді. Енді бір-біріне көмектесуге шамалары жоқ. Доктор Стоун станциядан алысқа ұшып кетеді. Бірақ аяқ астынан аяғы ғарыш кемесінің парашют жіптеріне ілінеді. Ковальский де халықаралық станциядан алыстап бара жатады. Бірақ соңғы сәтте Райан оның скафандрындағы арқаннан ұстап қалады. Ол командирін құтқарып алуға уәде береді. Алайда Ковальский парашют жіптері екеуін бірдей көтере алмайтынын түсінеді. Раянға өзін жіберуді сұрайды. Райан оны жалғыз тастамауын өтінеді. Бірақ Ковальский Раянды аман алып қалу үшін өзін құрбан етуге шешім қабылдайды да арқанды ағытып жібере. Ол Раянның өзі жалғыз да тірі қала алатынына сенеді. Райан күйзелісте қалады. Оның скафандрындағы оттегі қоры толық таусылған. Дегенмен, Ковальский байланыста қалып демі үзілуге, шақ қалған әйелге станцияға қалай кіруге болатынын айтып отырады. Райан Союзға мініп,
Ковальскийді іздеп бармақ болады. Алайда командир бұл техникалық жағынан мүмкін емес екенін айтып, Раянға жіберуді үйрен деп кеңес береді. Ақырында Ковальский енді рекордты нақты жаңартатынын айтып, жердің сұлулығына сүйсінеді, байланыс үзіледі. Үлкен қиындықпен Раян люкті тауып, станцияға енеді. Скафандрды шешіп, ауаға жанталаса тыныс алады. Ақыры, ол өзін салыстырмалы түрде қауіпсіз сезінеді. Сол жерде Стоун рация арқылы командирмен байланысуға тырысады. Бірақ жауап жоқ. Хьюстон да үнсіз, енді Раян мүлде жалғыз қалған. Кенеттен станцияда өрт басталады. Стоун оны сөндіруге тырысады, бірақ жалын күшейе түседі. Соңғы сәтте ол жанған бөлікті жауып үлгереді, ол жарылып кетеді. Раян басқару кабинасына кіріп, орыс тіліндегі нұсқауларды түсінуге тырысады. Ол бұрын ешқашан Союзды ұшырмаған, тек жерде, тренажерде машықтанған. Соған қарамастан, ол кемені станциядан ажыратуға және қозғалысқа келтіруге қол жеткізеді. Алайда, Союздың ашылған парашюті халықаралық станцияға ілініп қалғаны анықталады. Кеме қозғала алмайды, өйткені ол станцияға байланған. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін Стоун бұл арқанды қолмен ажыратуға тура келетінін түсінеді. Скафандрды қайта киіп, ғарышқа шығады. Дәл сол сәтте сағатындағы таймер белгі береді. Бұл дегеніміз, өлімге әкелетін сынықтар орбитаны айналып өтіп, халықаралық станция маңына қайта жеткен. Ол жұмысты аяқтап, станциядан ұшып кетуге үлгеремін деп үміттенеді. Бірақ ол қателесет, сынықтар халықаралық станцияға оқшатып жатқандай, станцияның түрлі бөліктерін қиратады. Раян сабырын сақтап, істі жалғастыруға тырысады. Бірақ ұшып келген бір бөлшек жарылыс тудырады. Халықаралық станция толықтай жойылады. Стоун ұстап тұрған Союз кемесі өте қатты айнала бастайды. Раян кемеге жабысып қалу үшін жанұшыра әрекет етеді. Ақырында Союз қирандылардан алыстап, айналуы баяулайды. Доктор Стоун ғажайыппен аман қалып, кеменің ішіне қайта кіреді. Ол басқару тетігіне отырып, Қытайдың Тянь-Гун станциясына қарай бағыт алады. Раян Союзды іске қосуға тырысады, бірақ отын таусылып қалған сияқты. Көмексіз қалған әйел үмітсіздікке бой алдырады, енді ештеңе істей алмайды. Кеме ішіндегі температура күрт төмендейді. Раян тоңа бастайды. Саусақтарын да сезбей қалады. Үмітсіз күйде доктор Стоун тағы да Хьюстонмен байланыс орнатуға тырысады. Бірақ кездейсоқ жерден Онингок есімді адамнан сигнал алады. Раян оның қай тілде сөйлеп жатқанын түсінбейді. Одан көмекте күтпейді. Ол тек Онингоктың иттерінің үргенін тыңдап, біраз жұбаныш табады. Раян оны түсінбейтін серігіне қорқыныштарын айтып бөліседі. Ол дұға етуді сұрайды. Содан кейін Онингок бір балаға бесік жырын айтып бере. Бұл дыбыстар астронавтты одан әрі толықтады. Ол қайтыс болған қызын есіне алып, онымен жақын арада кездесуді армандайды. Раян кокпиттегі оттегі беруді өшіріп, бесік жырын тыңдай отырып, мәңгілік ұйқыға кетуге дайындалады. Кенет кеменің иллюминаторына ғарыштан біреудің тықылдатқанын естиді. Бұл Ковальский, ол керемет бір ғажайыппен аман қалған екен. Ол Союзға кіріп, ештеңе болмағандай қалжыңдауды жалғастырады. Ол орыс арағын ішіп көңіл көтеріп, ғарышта ең ұзақ серуендеу бойынша рекорд жаңартқанын мақтанышпен айтады. Ковальскийдің ойынша, отынсызда Союзды жұмсақ қону қозғалтқыштарының көмегімен ұшыруға болады. Бірақ үмітін үзген Раян әрекеттенгісі де келмейді. Ковальский оның өмірден шаршағанын айтып, оған өз сезімін саралап, қызын жоғалтумен татуласуға дайын ба екенін шешуді сұрайды. Ол Раянға өмірдің қаншалықты әдемі екенін еске салады. Анық болғаны Ковальскийдің оралуы жай ғана арман екен. Бірақ дәл осы қиялдағы әңгіме Раянға күш береді. Енді ол не істеу керектігін біледі. Раян кокпитке оттегі беруді қайта қосады. Содан кейін кемені қосымша модульдерден ажыратып, басқару панелінде қону параметрлерін орнатады. Сол сәтте ол марқұм Ковальскийге бұрылып, қызына аржақта сәлем айтуын сұрайды. Раян енді қызын жоғалтқанына шын мәнінде мойынсұнады. Ол енді өмір сүру үшін, қызын еске алу мен махаббат үшін соңына дейін күресуге бел буады. Союз қозғалысқа келеді. Раян қираған Тянь-Гун станциясына жақындап, оның биіктігін тез жоғалтып, жер атмосферасына кіргелі тұрғанын көреді. Бірақ енді ол нақты шешім қабылдаған. Жетер жазғанымыз, үйге қайтайық дейді ол. Ол Союздан атып шығады. Ғарышта енді кері оралу мүмкін емес, ал Тянь-Гунға жету үлкен тәуекел. Раянға тек өрт сөндіргіштің қысымы көмектеседі. Бірақ оның заряды таусылып барады. Раян дұрыс ұшу бағытын есептеп, ақыры Қытай станциясына жетеді. Бос өрт сөндіргішін лақтырып, соңғы сәтте Тянь-Гунның корпусынан ұстап қалады. Күш қуаты қалмаған Раян люкке қарай өрмелейді. Бірнеше рет кемеден ажырап кете жаздайды. Бірақ керемет күшпен Раян люкті ашады. Дәл сол сәтте ресейлік спутниктің зұлым сынықтары жерді айналып, оған жетіп үлгереді. Дегенмен Раян станция ішіне кіріп, ауаны толық оқшаулап үлгереді. Доктор Стоун станция ішінде қозғалып жүргенде,
сыртта ғарыш қоқыстары станцияны талқандауда. Раян көп ұзамай басқару кабинасына жетеді. Барлық батырмалар қытайша жазылған. Бірақ ол енді үмітін үзбейді. Интуиция мен есептегіштің көмегімен дұрыс батырмаларды таңдап, Шэньчжоу кемесін станциядан ажыратады. Ол ешкім оны естімесе де, Хьюстонға үн қатады. Екі ғана нұсқа бар дейді, не ол ғажайыппен аман қалып, әріптестеріне таңғажайып оқиғаны айтып береді, не жерге түсерде күл талқан болады. Кеме тығыз атмосфера қабатына енген кезде Раян қатты турбуленттілікке тап болады. Бірақ ол ештеңеге өкінбейді, әрі жел сияқты ұшуға дайынмын дейді. Кемеде және оның бөлінген бөліктерінде жылуға төзімді жабын жанып кетеді. Сондықтан енді станцияның жанып жатқан бөліктері жерге қарай құлап барады. Көп зақымдану салдарынан Шэньчжоудың басқару жүйесі жұмысын дерлік тоқтатады. Дегенмен Раян артық модульдерді ажыратып, жұмсақ қону бағдарламасын іске асырады. Станция сынықтары жерге жақындаған сайын жылдамдықты үдетіп, бір-бірімен соқтығысып, жанып кетіп жатады. Шэньчжоу кемесінің сыртқы қабаты сыдырылып түсіп, кабина ішінде өрт басталады. Жерге жақындағанда кеме апатты жағдайда қонуға арналған парашютін ашады. Сол сәтте Хьюстон кенеттен байланысқа шығады. Отқа оранған кеме көлге қонады. Раян Хьюстонға жауап бермейді. Ол тек оттан қашып, сыртқа шығуға тырысады. Люкті ашқанда кабинаға су лықсып кіреді. Раян суға батып бара жатқан кемеден шығуға тырысады. Ол ауаны терең жұтып, сыртқа шығады. Бірақ скафандрдың салмағынан жүзе алмайды. Раян артық жабдықтардан құтылып, ақыры су бетіне аман шығады. Аспанға қарағанда Қытай станциясының жанып жатқан сынықтарын көреді. Қалжыраған күйде Раян жағаға жетеді. Ол жерді құшақтап, аман алып қалғаны үшін алғыс білдіреді. Ол аяққа әзер тұрып, күлімсірейді. Енді ғана ол өмірдің нағыз құндылығын түсінеді. Бақыт пен шексіз ризашылықты сезініп, Раян алға қарай жүре бастайды. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің жағымды пікірлеріңіз мен үшін үлкен қолдау. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.